Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Бей-берекетсіз қозғалыс көп уақытты алды. Осы сөйлемдегі бей-берекетсіз сөзі грамматикалық тұрғыдан қате. Себебі бұл сөз екі рет бір мағынаны білдіретін жұрнақтарды қатар қолданудан жасалып тұр. Сөздік тұлғасын талдап көрейік. Бей сөз алдына қосылып, кері мағына беретін қазақ тілінің префиксі. Мысалы, бейқам, қамсыз деген мағынаны білдіреді. Ал берекетсіз, берекет бұл тәртіп, тыныштық, молшылық сөзіне сіз жұрнағы жалғанып, терістеу мағынасын береді. Онда бей-берекетсіз сөзі бей мен сіз екі рет терістеу мағынасын беретін жұрнақтардың қайталануынан жасалып тұр. Бұл қазақ тілінің табиғи нормасына қайшы. Онда дұрысы бей-берекет қозғалыс көп уақытты алды, немесе берекетсіз қозғалыс көп уақытты алды деп айтқанымыз дұрыс. Тіліміздің тазалығын сақтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.